Қазір Нұр Отан партиясы еліміздің одан әрі даму үшін сындарлы ұсыныстар бере алатын мықты адамдарды іріктеу үшін алғаш рет партияшілік іріктеу праймериз сайлауын өткізуде. Осыған байланысты мен праймеризге қатысушы ретінде өз кандидатурамды ұсындым. Өз білімім мен тәжірибемді халқымыздың игілігі үшін пайдалана аламын деп есептеймін. Нақты істердің уақыты келді. Нақты халықтың проблемаларын шешуге барынша көмектесуге және ауыл халқының өмірін жақсарту үшін барлық ресурстарымызды пайдалану үшін бар күш-жігерімді жұмсауға дайынмын. Қазір билікте нақты адамдар керек. Олар сөзбен емес, іспен өз жұмысын көрсету қажет. Халықтың жаңа проблемалардан аулақ болудың қажеті жоқ. Адамдармен кездесу, олардың проблемаларын шешу, түсіндіру жұмыстарын жүргізген дұрыс. Олар жүгінетін мәселе бойынша пайда болатын нақты әрекеттерді қабылдау қажет. Қазіргі таңда әрбір жағдайға тез бейімделетін және бәріне дайын болатын азаматтар қажет. Өйткені біз бәріміз білетіндей індет біздің экономикамызға қатты соққы берді. Кейбір органдардың көптеген кемшілігін байқадық. Билікте батыл және тез шешім қабылдайтын адамдар қажет. Білім алу саласында да көптеген ахуалар байқалды. Адам боп өмірге келгеннен соң таңдаған жолыңды айқындап тұлға боп қалыптасу ең үлкен міндет. Ал Нұр Отан партиясының праймеризі осы бастамаға тағы да бір дәлел. Маслихат депутаттығына өзімнің туып өскен Таскескен ауылынан түскім келеді. Себебі ол елді мекеннің тау тасына дейін жақсы білемін. Егер көздеген мақсатыма жетіп жатсам, ең бірінші ауылдың ауыз су мәселесін шешсем деймін. Одан кейін жол сынды түйткілдерге де көңіл бөлгім келеді. Ал ең бастысы ауылдан шыққан жастарды өнер мен спортқа итермелеуді мақсат тұтып отырмын. Әрине, бәрі бірден бола қалмайтынын түсінемін. Алайда білім саласында жинаған тәжірибем мен өзекті мәселелерді биік мінбелерге көтеріп, ел үшін қызмет еткім келеді. Бұл менің сайлау алдындағы өзімнің бағдарламам. Осы бағдарламаны егерде ертең праймериздан өтіп, сайлауда жеңіп шығатындай жағдайым болатын болса, осы ауылдың осындай мәселесін шешуге дайынмын. Соны сіздерге ескертіп айтқым келеді. Сіздермен бұдан да ары осындай жұмыстарды атқарамыз. Егерде бәрі жақсы болып жататын болса, онда қоян қолтық жұмыс істеуге сіздермен дайын. Соны айтқым келіп тұр.